Армысың алты алашым, қасиет қазақ халқым. Асқар Баһадүр. Бүгін 12 тамыз 2024 жыл. Қазақ-Қытай шекарасы. Мынау ар жағымыз Қытай, бер жағымыз қазақ. Қазақтың киелі, қасиетті даласы артымда. Сондықтан да мен айтайын дегенім, Қытайлар біздің орыс пен Қытай ата жауымыз. Мына жер, мына қасиетті қазақ жері сендерге бұйырмайды. Тоқаев қаншама сендерге жақсылық жасаса да, қаншама тоңқаңдаса да, біз қазақтың қас батырлары мына қасиетті жерді Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның ұшымен, Қабанбай, Бөгенбай, Абылай хан қорғап кеткен жерлерімізді бермейміз. Біз қазақ халқымызды, елімізді, жерімізді қорғап қаламыз. Орман суымызды барлығы біздің қорғанымызда болады. Соны қаперлеріңе саламын. Назарбаев, Тоқаев, бұл қасиетті жер, қазақтың сайын даласы, сендердің жерлерің емес, қазақтың жері. Сондықтан да біз де Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның ұшымен, Аққанжардың жүзімен бұл елімізді қорғап өтеміз. Аман сау болыңыздар.